құрметті Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, біздің бүгінгі жиналған себебіміз кеше генерал Лепехин мырза біздің машиналарымызды ешқандай заңдастыруға жатпайды деп бүткіл халықты дүрліктірген үшін осындай жиналыс болып жатыр әр қалада. Біздің машиналарымызды бөліп жармай заңдастыруын талап етеміз. Үкімет басында сіз тапсырма бердіңіз. 3-4 ай уақыт болды, әлі ештеңе шешілмеген, жұмыс істемеген азаматтар, өкімет басында халыққа жұмыс істеп отырған азаматтар жұмысынан кетсін. Халыққа жаны ашымайтын адамдар жұмыс істеудің қажеті жоқ. Халық үшін жұмыс істесін біздің өкімет басындағылар. Епоға Игорь Владимирович кетсін. Қасым-Жомарт Тоқаев біздің президентіміз өзінің бір ауыз сөзі айтқан, сол бір ауыз сөзінде тұрсын. Біздің кроме криминальных машин всех надо оформить, и все. Біз соны талап етеміз деп ойдық. Сонан кейін екінші мәселе, кеше министрлікке бардық, сол кезде Лепехин кетсін орнын босатсын. Жұмыс істейтін адам келсін. Қазағын ойлайтын. Халықтың мәселесін шешетін адам келсін. Процент бұл кісілердің талаптары бізге қиын. Договор купли-продажа жасау қиын. Учетта сол жақта тұрмағанын білу қиын. Біз тек қана бір мәселемен ғана келіп тұрмыз. Бізге онда ештеңені сұрамай, жаңағы қолдағы бар тех паспортымызбен, жеке куәлігімізбен, жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бекітіп берген 200 мың теңге ақшасымен қойып беру. Бұл жерде ешкім бұл халық тегін сұрап тұрған жоқ. Жаңағы төлейтінін төлейміз 200 мың теңгесін. Сонымен қойып берсе деген халықтың жан айқайы. Соған ғана келіп отырмыз. Заңды жүрсек деген ғой, налог. Заңды жүрсек. Бұл жерде өкіметке зиян келетін, бұл жерде өкіметке ешқандай не жоқ. 200 мың теңгеден пәленбай халықтың төлемінен өкіметке кірісіп түседі. Жаңа тех паспортқа төлейміз. Еще тағы да жаңа налогы бар. И жаңа төлейтін страховкамыз бар. Страховка де арзан емес. Төлеп жатқан штрафымыз бар. Бәріміз заңды жүргіміз келеді. Қазір жүруге біз қорқамыз. Екапост тоқтатса, міне арамызда бар жігіттер. 600 мың теңге беріп, 100 мың теңге беріп шыққандар бар екен. Сол үшін бізге сол ғана мирный шешкіміз келеді. Жақсы, рахмет сізді. Ол заңды деп айтқан жоқ. Ол жақта учетта жоқ болса біз қойып береміз деді. Енді мына жерде заңды деп жатыр. Енді заңды қосып тұр. Енді сіздерге заңды керек болатын болса не айғаратсыздар? Мынанша уақытқа дейін неге айғаратсыздар? Неге кіргізбей қоймаздар? Страховка бермесеңіздер ешкім алмайды. Ешкім алмайды. Өзі мал жасап отырсыздар. Енді мына жеңілдік сайлау өтті, бітті. Мынадан кейін мал жасап қоймаймыз деп алдап отырсыздар. Қоясыздар. Требую, халық требует етеді. Қойдырамыз. Біз халық қойдырамыз. Неге біз ақымақпыз сонда? Халық қашан халық қанай бересің? Бізге тыныштық керек. Жетті. Мына жерде заңды сосын жасамаңдар. Бірақ біз қойдырамыз, требует етіп қойдырамыз. Күнде жиналамыз. Бізге де жұмыс істейміз, біз де жұмыс істейміз. Біз ашқалсақ, балымыз ашқалады. Ертең ойлаңыздар. Қаншама семья ашқалады. Бәрі біздің осы ел адамдарға қарауымыз ғой семьялар. Бәрінде кредит қой, 2 миллионнан кредит алған мәселе. Сол кезде айтпадыңыздар. Жігіттер, мына Альфард, Естима, Мажест. Сіз қазір Альфардпен Естима ғана көрдіңіз. Юпсың группа бар, Honda дейсек. Мына жерде келген жоқ. Кеше өтірік, брифингте айтып жатыр өтірік. 3700 ғана трабуль машина бар. Өтірік ол. 3700 емес, минимум 100 мың машина бар. Мен сізге гарантия беремін. Қайдан алғанда? Шымкент, Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар, бәрі таксистер. Әр күнде таксистер бір машина бар. Біздің удостоверение болды, басқа бізде шулатпасын, етапта біз бар ғой, қазір мен уақыт, алтын уақыт, өмізді бөліп ұстап, қалашаған уақыт, осы жерге жиналып отырмыз. Бізде уақыт жоқ. Келсіңдер, сол екі документтер бізге қойып берсін. Жаңа біздің тех паспорт пен удостоверение. Болды, біз Қазақстанға еще қарамасын жаңағы Қырғыз, Армения, даже бар ғой, моңғолский нөмір ғой. Кейде көліктерін бәрі қойып берсін. Бәрі кейіпкен алған жоқ қой. Кіргізген өздерің сіздер шыны керек. Басында істеу керек. Не болмаса болды я. Біз неге бұл машинаны келеміз? Бұл 2 миллион, 3 миллионның машинасы. Арзандатсын машинаның бәрі. Қайтадан 2006 заңның бәрі қайта ашсын. Бізде Қазақстанда ұшақ адам басқарып отыр.
біреуі қазақшылар болды, екінші кореец, үшінші еврей, по-моему. Сол үшеуі ғана бүкіл автопром бізде болды, қазір не жоқ, конкуренция жоқ. И қарашы, жаман, равон 6,5-7 миллион мектеппен мен ол 15 миллион емес, 30-40% 30 миллион болады. 30-40% деп айтылады. 30. Дұрыс айтасың, вот менен. Айтады 30. Ол 30 миллион болып кетеді. Мен зачем маған ондай ақша? Мен мына жерде еңбектен так что вот бізге көпсіз боксыз мына жерде екі документ бер. Кеше репортер айтады. Анау мен барып келдім, басы қасында болып бізге сөз бермеді. Өздері білесіңдер жаңағындай қайбай ана жерде. Короче, я ана репортер білмейді. Өтірік информациямен айтып отыр картинамыз. Қалай давит адамды, еще қара халықтың алдында телевизорға шығып бәрін шатастырып отыр. Айтады, ол кесіліп берінген дейді. Осы жерде как раз автопсуда тұрмыз. Көрсетейік, любой әлі заводской бермейтін жолымен таңдап жүріп тексерсін. Репортер болса сол сөзді кетсін бар. Қазақты басқаратын қазақ керек бізге. Жоқ, халықтың жағдайын ойламайтын Ол вообще келмейді. Халық не үшін жылап егіліп тұр? Қазір сіздер мына халықты қоймасаңыздар не болады? Мына машина сатып алды, мынаны жамалдар. Егер қазір сіздер бұл конструктор, бұл 20% адам келіп отыр. Қазір пароходқа өздеріңіз апарып тұр. Қазір табиғатыңыз жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, ақша беріп шешеді. Біздің Қазақстанда ақша берсең барлығы шешіледі. Рас қой?